Assalamu alaikum menin көрөрмелерим, подписчиклерим. Бүгін лагман пісіреміз. Мінекей қамырды жақсылап, қатты қылып иілеп, майлап, майға былғап, мінекей жақсылап созып атырман. Жақсылап созамыз бұны. Иілеу қант неғылғаннан кейін мінекей. Жақсылап лагман қамыры майды көп жақсы сүйеді. Міне піскеннен кейінен сүзіп алып майлаймыз, қамыр жабысып қалмауы үшін. Продуктілерінің бәрі мінекей көшілерін барлығын алдын ала таярлап қойдым. Мінекей кубик етіп турап атырман. Хәммесін кубик етіп тураймыз бұны. Көшімді алдын ала саябой саусқа салдым. Мінекей жаңа турап болып, нашинкілерімді турап боламан дегенше. Енді хәммесін неғыламыз? Түрпі бұйырды, көк редкі, пекинский капустаның қаттысы барлығын кубик етіп тураймыз. Қазанға майды құйып, мінекей жақсылап қуырамыз. Турап тайын тұрған затлардың барлығын. Көшін салдым, көшінен кейін мінекей селдірейдің қаттысын саламан. Чеснокпенен жақсылап көшті қуырып, пиязын араластырып, кешірін салдым, редкі салдым. Мінекей ауқатым пісті. Маған ас болсын, hürmetli көрермелер, подписчиклерім. Қызыл жүректі басып қоюды ұмытпаң.